Еуроодақ елдерінде 2026 жылдан бастап көміртегі салығы енгізіледі. Бұл біздің көмір экспорттаушылар үшін қиындықтар туғызатыны анық. Сондықтан экономикада көміртегі қалдығын азайтып, 2060 жылға қарай оның бейтараптығына қол жеткізуіміз керек. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Алматыда өткен жиында айтты. Жиынға қатысушылар ғылымның мүмкіндіктерін арттырып, өндіріске инновацияларды кеңінен енгізу үшін тиімді жағдай жасау керектігін алға тартты. Сондай-ақ Қазақстанда көміртегі қалдықтарын азайту бағытындағы жұмысты одан әрі жандандырудың маңызды екенін тілге тиек етті. Сенат төрағасы 6 қазанда өтетін жалпыұлттық референдум елдің дамуы жолында айрықша маңызға ие екеніне тоқталды. Бір жылдың ішінде көптеген енді дөңгелек үстелдер, отырыстар, жиындар өтіп, бұл енді елімізге не береді деген мәселелер жан-жақты қаралды. Енді 6 қазанда елімізде үлкен референдум болайын деп отыр. Сол жерде халқымыз нақты шешімді қабылдайды. Халық қалай шешеді, солай болатыны сөзсіз.